Сәлеметсіз бе көрермен, қалай экземаны кетіруге болады? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Келесі видеомда өт шаю жолдарын айтатын боламын. Алдымен денсаулыққа пайдалы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ескерту: кез келген халық емін қолданбас бұрын дәрігермен кеңесіңіз. Осы кезге дейін каналымды қолдап келгендеріңізге рахмет айтамын. Каналымдағы қаралымды 92,9%-ын жазылмаған көрермендер, ал жазылған 7,1%-ды құрайды екен. Алдағы уақытта да менімен бірге болыңыздар. Экзема шықса жұмыртқа майын жағыңыз. Экзема мазалайтын адамдар дәрігерлер кеңесімен алған дәрілер уақытша ғана көмектесетінін біледі. Дәрінің күші кете бастады деген кезде қайта шығады. Кірді мүлдем жуа алмай, тұрмыстық химияның қандайын ұстаса да, ертесіне экзема бой көрсетеді. Бұл рецепт орыс әжей айтқан. Соның арқасында экземадан түбегейлі айыққан адамдар бар. Тек ол емді ерінбей, ыждахатпен жасау керек. 10 жұмыртқаны қолда өсірілген тауықтікі болуы керек, инкубатордікі, дүкендікі жарымайды. Қабығымен қайнатып, сарысын алыңыз. Содан кейін сарысын вилкамен ұстап, білте шамның отына қойып қыздырыңыз деп жазады Ауырмаңыз газеті. Сәлден кейін одан сұйықтық бөліне бастайды. Оның астына кішкене табақша қойып үлгеруіңіз керек. Саруыздан алынған майды дәкеге жағып, оны ауырған жеріңізге қоясыз. Үстінен целлофан кигізіп, оның сыртынан таңғышпен таңып тастаңыз. Осылайша 2 күн ұстап, 2 күннен кейін жаңасына ауыстырасыз. Бұл емді қашан сауығып кеткенше жалғастыру керек. Тағда майда алу нұсқасы. Үйдің тауығының жұмыртқасы майлы болады. 10 жұмыртқаны суға пісіріп, сарысын табаға салып қыздырасыз. Ол әуелі қызарып, кейін қараяды да, соңында қара май бөлінеді. Табаны сәл бір жағына қисайтып қойсаңыз, май ылди жағына қарай жиналады. Соны қасықпен құйып алып, дәкеден өткізіп, сүзіп аласыз. Жаққан кезде сурет салатын кисточканы пайдаланған ыңғайлы. Дайындау барысында түтіндейді. Сондықтан электропитканы ұзартқышпен сыртқа шығарып дайындаған дұрыс. Көбірек дайындап, шағын шыны ыдысқа құйып қойсаңыз, бұзылмай тұра береді. Әрине, жұмыртқадан май алу оңай шаруа емес. Ұзақ уақытты қажет етеді, бірақ емі нәтижелі. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.